Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып 101-ші сабақ. 2 амалмен шығарылатын есептер. Бірінші есепте мектепте дейді қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 бала және ол 8 сыныптан оқушылар қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше бала өтті? Міне, шарты құрылды, әр сыныптан 4 бала қатысты. Жалпы қатыстырылған сыныптар саны 8 сынып. Бірінші сайыстан кейін шығып қалған балалар саны 12 бала болды. Екінші айналымға неше бала өтті? Бірінші 4 пен 8-ді көбейтіп аламыз. Жалпы 32 бала қатысқан екен. Енді содан 12-ні азайтып тастасақ 20 бала қалады. Демек, екінші айналымға 20 бала өткен екен. Екінші есеп. Екінші тапсырма. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Оған ағасы тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бір құрт неше теңге тұрады? Алғашында 43 теңгесі бар. Оған тағы 57 теңге берді. Осы екі ақшаны қосып, ол екіге бөлгенімізде бір құрттың неше теңге тұратыны шығады. Екеуін қосқанда 100 теңге шықты, 100-ді екіге бөлсек 50 теңге болды. Сонда жауабы бір құрт 50 теңге тұрады екен. Үшінші есеп. Екі тарелкада 28 бауырсақ болды. Шарты өз құрылып жазылған екен. Тарелкалардың бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін, екі тарелкада 7 бауырсақтан қалды. Міне, екеуінде 7 бауырсақтан болған, е? Екінші тарелкадан бірнеше бауырсақ алған екен, сол қанша бауырсақ алғанын табуымыз керек. Ол үшін бірінші 7-ге 7-ні қосып аламыз, 14 шығады. Сол 14-ті мына жалпы бауырсақтар санынан азайтып тастағанда, екінші тарелкадан неше бауырсақ алғандығы шығады. Демек, жауабы екінші тарелкадан 14 бауырсақ алынған екен. Төртінші есеп. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар. 40 санын 5 есе кемітіп, шыққан санды 20-ға арттыр. 40-ты 5-ке бөлсек 8 шығады, оны 20-ға қоссақ 28 шығады. Бесінші есеп. Театрдың екі кассасынан концертке жалпы 800 билет болған, е? Бірінші кассадан 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойған екен. Алғашында кассалардан неше билеттен болған? Жалпы екі кассада 800 билет бар, бірінші кассада сатылды 200 билет, және бірінші кассада қалды 100 билет. Енді кассаларда алғашында қанша билет болғанын табуымыз керек. Ол үшін 200-ге 100-ді қосамыз, 300 шығады. Демек, бірінші кассада 300 билет болған, соны 800-ден алып тастасақ 500 шығады. Екінші кассада 500 билет болған екен алғашында. Алтыншы есеп. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және әлем ертегілері деген 15 кітап болған екен. Осы кітаптарды теңдей 3 сыныпқа бөліп берген екен. Әр сыныпқа неше кітаптан тигенін табуымыз керек. Ол үшін 12-17-ні қосамыз 27 шығады. 27-ні 3-ке бөлгенімізде 9 кітаптан тиеді. Әр сынып 9 кітаптан алды. Сызбалар бойынша амалдарды орында. 32-ке 23-ті қосамыз 55 шығады, одан 19-ды бөлсек 36 шығады. 8-ді 2-ке бөлсем 4 шығады. 4-ті 27-ге қоссам 31 шығады. 86. Сұрақ белгінің орындағы санды табуым керек. Ол үшін 7-ні 5-ке көбейтем 35 шығады. Жерге 35 деп жаздық. 86 шығу үшін 86-дан 35-ті азайтқанымызда 51 шықты. Теңдеулерді шеш дейді. Бізде күрделі теңдеу берілген екен, ол үшін бірінші жақшаныштың орындап аламыз. 19-дан 19 қосам 38 шығады. X азайтуға 38 тең 55 деп қарапайым теңдеуге келтіріп аламыз. X тең 55-ге 38-ді қосам, X тең 90 шығады. Орнына қойып
есептеп көрем. 19-дан 19 қосам, 38 шығады. 93-тен 38-ді азайтсақ, 55 шығады. Екінші есеп. 17 қосылған Y, 47 азайтылған 17. 17 қосылған Y тең 30-ға. Ары қарай Y тең 30-дан 17-ні азайтамыз, Y 13-ке тең болды. Орнына қойып есептеп көреміз. 17-ге 13-ті қосамыз, 30 шығады. 47-тен 17-ні азайтамыз, 30 болады. Келесі 9-шы есеп. Анам 4 литр қымыз әкелді. Және одан қымыздан 3 есе артық шұбат әкелген екен. Осы шұбаттан 6 есе кем сүт әкелген екен. Анам қанша литр сүт әкелді? 4 3-ке көбейтсем 12 литр шұбат әкелінген екен. 12-ні 6-ға бөлем, 2 шығады. Демек, анам 2 литр сүт әкелген екен. 10-шы есеп. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды тап. 6-ны 4-ке көбейтсем 24 шығады. 24 3-ке бөлсем 8 шығады. Және 18-ді 2-ке бөлсем 9 шығады. 9-ды 4-ке көбейтсем 36 шығады. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің 101-ші сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.